Саламатсыңдар ма балалар? Екінші сыныптың әдебиеттік оқу пәні 59-шы сабақ. Сабақтың тақырыбы зиянды әдеттің әлегі. Бүгінгі сабақта сендер ертегінің жалғасын болжайсыңдар. Ұнамды, ұнамсыз әрекеттерді ажыратасыңдар. Бірінші тапсырма. Тышқан қыз қайтадан адам қалпына келуі үшін не істейтінін болжа. Тышқан қыз өзінің жаман әдетін бойынан алып тастап, жақсы қылықтарды, әдеттерді бойына сіңіреді деп ойлаймын. Әсел Әділбекованың ертегісін ары қарай жалғастырайық. Сарай аспазы сыртқа шығып, мысыққа сүт құяды. Мысықты көрген тышқан қыз тағы да қаша жөнеледі. Мысық сүтті тастай салып, тұра қуады. Тышқан қыз ұзақ қашады. Бір кезде ол жартастың тасасына жасырынады. Шаршаған тышқан қыз сол жерде ұйықтап кетеді. Бір кезде көзін ашады. Тастың үстінде өзіне қарап отырған қарлығашты көреді. Тышқан қыз жылап, қарлығашқа өзінің бастан кешкендерін айтып береді. Қарлығаш оны аяп, мен сені сиқыршы кемпірге апарайын дейді. Олар таудың етегінде тұрған лашыққа келеді. Алдарынан бір кемпір шығады. Кемпір, сендердің не үшін келгендеріңді білемін, дейді. Тышқан қыз, әжетай, мен әкемді тыңдамадым. Сондықтан осындай халге түстім. Маған көмектесе көріңіз, дейді ағыл-тегіл жылап. Жарайды, өз қатеңді түсінген екенсің. Маған жақын кел, дейді кемпір. Сиқыршы тышқан қыздың денесін қолындағы орамалмен жауып, қайта ашады. Қыз өзінің бұрынғы қалпына келе қалады. Қаншайым алақайлап қатты қуанады. Қызды әкесі таба алмай уайымдап отыр екен. Ол есіктен кіріп келгенде қуанып қалады. Енді мен ешқашан тырнағымды кемірмеймін, дейді қаншайым. Үшінші тапсырма. Ізден. Ертегіде қиял ғажайып оқиға бар ма? Иә, бұл жерде қыздың тышқан қызға айналуы. Және кемпірдің тышқанды қызға айналдыруы қиял ғажайып оқиға. Бағала. Төртінші тапсырма. Ертегі қалай аяқталды? Саған ұнады ма? Ертегіде тышқан қыз өзінің ұнамсыз әрекетін түсініп, бұдан кейін үлкен кісілердің айтқанын тыңдап, жағымсыз әрекеттерден аулақ болуды ұқты. Өзіне дос тапты. Сиқыршы кемпірдің арқасында өзінің қыз қалпына қайтып оралды. Маған ертегі қатты ұнады. Бесінші тапсырма. Ертегідегі жағымды кейіпкерлерді ата. Ертегідегі жағымды кейіпкерлерге ақылды патша, қаншайым, қарлығаш, сиқыршы кемпір жатады. Алтыншы тапсырма. Мақалды көшіріп жаз. Үйрен жақсы әдеттен, жирен жаман әдеттен. Қорытындыла. Жетінші тапсырма. Өзіңнің бойындағы қандай зиянды әдеттен арылғың келеді? Балалар, енді өздеріңді бақылап жүріп, өздерің бойларында қандай жаман әдет бар, сол әдеттерден аулақ болып, жақсы әдеттерге әуес болуға тырысыңдар. Үйге тапсырма. Ертегі мазмұны бойынша тышқан қыздың жолын сызбамен бейнелеп келесіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.